Так, қыздар, бүгін біздегі сабақ, мына жаққа пустой жерге жазайын. Мына жерге пустой жерге бір жерге жазып қойын. Так, чтобы не істемес үшін. Так, бірінші голова и плечо паттерна. Плечо паттерн. Бұл өте тоже күшті не береді. Екі. Сделка ашуға анализге дайындық. Анализ жасау. И үшінші take profit stop loss туралы айту. Take profit и осыны әлі ешқайсыңыз білмейсіздер, даже оффлайндағылар. Стоп лосс қою, жалпы ол не дегеніміз ғой? Қою. Төртінші стоп лосс, take profit и бізде не бар? Бұл деген бар. Бұл потом риск менеджмент. Риск менеджмент сақтау. Үйрене алу керек бізге. Сақтау. Так. Бүгінгі біздің өтетін сабақтарымыз осы. Қыздар, негізі мен алдында сіздерге айтқан болатынмын. Price action бойынша, то есть баға әрекеті бойынша, я екіншіне жазайын. Бізде 4 бағыт бар дедік. Ең бірінші бізде свечалар тану. Свечаларды тану. Екінші бізде не еді? Кім айтады? Екінші не? Баға, уровеньдер, иә? Уровеньдер. Үшінші тренд, восходящий тренд, исходящий тренд деген сияқты, рейндж зона деген сияқты, тренд. Төртінші бізде ол паттерндер. Паттерн. Қыздар, сіздер паттерннің қанша түрін үйрендіңіздер? Үшеу ма? W, кейін анау F-тің жоғарысы, төмені, кейін төртеу екен. Ага. W, получается, сіздер үйрендіңіздер паттерннан M, кейін M, W, L, M, ой, В, M, V және төңкерілген V, иә? төңкерілген, иә. Үйрендіңіздер, иә? Егер W шықса, нені береді дегеніміз ол? W шықса не береді бізде? баға өседі байға қартай. Егер W шығып, мына өзінің бастап алып құлаған жеріне бүйтіп теңелетін болса, ары қарай ол лонг береді, иә? Ал M не істейді? M'ді айта беріңізші. M тоже астына бүйтіп екеуі теңелсе, баға төмен түсіп кетеді. Екеуі теңелетін болса, баға не істейді? Төмен түседі, шортқа береді. Позиция береді, иә? Қарастырымда жету негізі. Қазір білмейді, қыздар. Хорошо, енді В бізде ол имбаланс деп аталады дедім, иә? В паттернді. Қараңыздар, В паттерн бізде имбаланс деп аталады дедім. Қай жерден бастау алып құлады, сол жерден ары қарай, сол бастау алған жеріне дейін қайтадан көтеріп бере алады. Немесе жартысына дейін кем дегенде келіп бере алады деген бар, иә? То есть баға әрдайым өсе беретін болса, ол бізде нені білдіреді? Яғни трендтің нені білдіреді? Лонг па, бай позициясын ба? Иә, баға, получается, бізде жоғары қарай өсетін болса, баға ол бізде лонг позиция, яғни восходящий тренд, немесе ап тренд деп айтамыз, иә. Ал егер де баға төмен қарай құлайтын болса, нені білдіреді? Төмен қарай ол бізде Шорт позиция, иә. Шорт позиция. Бүгін бізде баға исходящий тренд, немесе даун тренд деп айтамыз. Бүгін кім сізді тренд сызғандарыңыз бар ма, жоқ па? Сызғандарыңыз бар ма, жоқ па? Трендті. Жоқ, иә? Сызамадым. Все хорошо. Қараңыздар, мен жаңа осы дәл қазір сіздерге бүйтіп 8:30-да бастаймыз дедік. Бірақ мен сабақ бастайын деп компьютерді қосып қалсам, мен өте күшті бір нәрсе көрдім. Да, и мен сразу осы нәрсені жасап сделкаға кірдім. Бұндай возможностьті жіберіп алмау керек деп. То есть ол не?
Ол как раз бүгін сіздерге өтейін деп тұрған тақырып еді да негізінде. Сіздерге өтем деп тұрған тақырып болатын. Ол голова и плечо деп аталады. Жазып алыңыздар, голова и плечо. Ол жерде міндетті түрде жазып алғандарыңыз дұрыс. Голова и плечо деп аталады. Қараңыздар. Бір минуттыққа кіргем ғой мен. Бір минуттыққа кірсем, осы голова и плечо свечасы шыққан екен. Бұл дегеніміз, қазір сіздерге түсіндіріп өтем. Мінекей, осылай тұрды. Мен осылай анық көрдім. Осы голова плечоны, Фибоначчи линиясын, біздің индикаторымыз, және уровень сопротивления, уровень поддержкаларымыз, снр зонамыз, снр зона, который біз өткен, байздың снры, селдің снры деген, осы нәрселердің барлығын, операнди структурасын, левый ближний, қараңыздар, осы нәрсенің барлығын мен сәйкестендіре отырып, анализ жасап, дәл қазір сіздерге кіретіннің алдында 10 минут бұрын мен $150 табыс таптым тағы да. Бүгін получается $76 $76 депозитке пополнение жасап, $76-дан қазір сіздерге тоже скринін жіберіп қойын. Дәл қазіргі уақытта мен 300 бір бәле доллар, то есть ровно $300 табыс тауып тұрмын. Бұл голова плечо паттерні. Енді қараңыздар, полный бәрін удалить етіп тастаймын, сіздерге түсіндіретін боламын. Иә. Иә. 60 құйыпшы, 2 қасық сап бере берші. Мына суретте байқағандарыңызда нені көріп тұрсыздар? Бұл неге ұқсайды? Мына жерде де М паттерн берген, көрдіңіздер ма? Дәл қазір мен сіздердің алдарыңызда Иә. бірді алатын болсақ, дәл қазір мені айтып ау жиғанша, мінекей, жаңа айтты ғой Динара, М беріп, оның битіп өзінің бастап алып құлаған жеріне теңеліп баға бүйтіп теңелгенде де бізде босты беріп тұр, иә, босты беріп тұр. Осы баға теңелетін болса, ол дальше құлайды дедік. Міне құлап тұр. Көрдіңіздер ғой, иә, өздеріңіз куәсіздер. Дальше құлап тұр. Егер М-ді көрдіңіздер ма, М шығып тұр ма, все, мына жерден бастап біздің точка входамыз, ТВХ-мыз мына жер болады. ТВХ дегеніміз точка входа. Сіз мына жерден бастап, 2011-ден бастап, мына 4-ке дейін, ойлаңыздаршы, $8. Егер сіз осымен $8 табасыз, бір ғана не ашатын болсаңыз, ойлаңыз, $8 аласыздар. Енді міне, менің айтқым келгені бұл емес. Менің айтқым келгені бүгін сіздерге көрсететін голова плечо. Ол қалай? Голова плечо дегеніміз міне. Мынау бізде басы, мынау екі иығы. Мынау көріп тұрсыздар ма? Мен қазір ручкамен көрсетейін. Мынау бізде басы, мынау бізде екі иығы болып тұр. Мынаны қараңыздар, екі иығы болып тұр. Голова и плечо деген осы. Бұны бірақ біз қалай жасаймыз бұл жерге? Бұл жерге біз мынау патч деген, линия дегенді аламыз. Қай жерден бастап алып көтерілді? Мына жерден бастап алып көтерілген мінекей. Бір плечосына келдік. 2 міне түскен жеріне келдік. 3 голова мінекей. 4 қайтып құлаған мына жерге дейін. 5 мінекей бүйтіп көтерілген. И дальше мына жерге дейін не істеген? Құлаған. Осылай сызып аламыз. Бізде анық көрінді енді, голова и плечомыз. Анық көрінді. Енді осы жерге мына линия, тренд линиясын аламыз да, мына жерден бастап былай жүрді, баға получается осы екеуінің ортасында жүрді. Тағы тренд линияны алам, мына астын сызам, міне. Мына ұштасқан жерлері бар ғой, қыздар. Мен сол жерді сызып тұрмын, мен түсінбей қалмаңыздар, қай жері деп. Міне, осылай сызып аласыздар. Енді қараңыздар, бұл не береді бізге? Голова плечоны көрдім. Бұл мына головамен, мына асты бар ғой, ең асты линия сыздым ғой мына жер. Көріп тұрсыздар ма? Иә, көрініп тұр. Көрініп тұр ма? Иә. Осы жерден тағы да тренд линияны алам да, енді тігінен сызам. Линияны осы жерге дейін тігінен сызам. Міне, сыздым. Енді осы сызғанымды аламын да, копировать етіп, қайттан ставить етем. Екеу болды менде. Тура осы бірдей линиядан екеу болды. Енді осыны алам да, мына жерге қоям, міне. Мына ең соңғы түйіскен жерге қоям. Енді бұл нені береді бізде? Голова плечоны көріп тұрмын мен. Бұл нені береді? Егер мынау голова плечо шықты, ары қарай сәл құлап берді, қайтадан мен лонг берді. Иә? Қайтадан байға көтеріліп берді мына жерге дейін. Енді қарасаңыздар, мен осыны көре тұрам, мына жер байға көтеріліп жатқан кезде, мен тура осы 27 деген бағадан сел деймін да, мына жерге дейін ұстаймын ғой. 12 деген баға дейін ұстаймын.
ойлаңыздаршы. Тура ровно орындап беріп тұр ғой, қараңыздар, иә? иә. Ровно орындап беріп тұр. Мен осы жерге аламын да әкелемін да, мына өйткені не оған подтверждение? Екінші подтверждение левый ближний операнди структурасы. Міне, левый ближний қай свеча? Міне, мына свеча, түсіндіңіздер ма? Уровень бойынша левый ближний мына жақта жоқ қой, міне мына екі ортада жақындары жоқ. Ең жақын свечасы ол мынау болып тұр. Мен ровно айттым, осы 11 деген бағаға келеді дедім. Даже 11-ден асты. Мынау даже мына жерде ұстадым мен. Мына жақта кірген жоқпын сделкаға. Мына жерде уже сіздерге сабақ басталып кетті, міне мына жерде. Мына жерде мен сделкаға кірген жоқпын, ол қазіргі уақыт. Енді қараңыздар, мына жерге дейін келді, мынау ары қарай дальше құлап бара жатты да, сосын кейін мен не істедім? Еще плюс бізде мынау подтверждение бермей тұрған кезде қарасаңыздар, біздің smart money индикаторы көмекші болды, подтверждать етті smart money. Ол қалай подтверждать етті? Кім айта алады? Smart money'ді білесіздер ғой, қалай подтверждение берді мына жерде? Мына жақ әлі орындалмай тұрған ол кезде, міне мына жақ әлі орындалған жоқ болатын. Кім табады? Сел зоналар шықты ғой. Жоқ, сел зоналар шығып тұр, бір. Тағы не шығып тұр? Фибоначчи неге Чорчпен больше, Фибоначчи, чорчқа. Я чочқа Фибоначчи тартам. Мінім бастау алып құлаған жері мына жер. И получается мынадан былай қарай, менікі бастау алып құлаған жер осы жер болды да, осы жерден чочқа мен не тартам? Фибоначчи тартам. Былай тарттым мінеки. Жұлдыз ханым бар ма мұнда? Фибоначчиді былай созасыз десем, соны түсінбей басқа бір неге тартып қояды мінеки. Осылай тартам ғой, қараңыздаршы. Ровно мынаны орындайды. 19-ға дейін келеді, 19-ды денесімен бұзып өтті да, ары қарай келді да, екінші take profitқа келіп тұр ғой, мына 10 деген бағағаш. Қараңыздар, мына екінші take profitына 10 деген бағаға келіп тұр мерге. Сосын оны да ары қарай бұған неге келеді деп мен тағы да сигнал бердім. 5 минуттыққа бардым да, 5 минуттыққа барып қарасам, олған левый ближний мына жер екен ғой, міне көрдіңіздер ма? Мына жер екен. Мына жер, одан дальше құлап кете ма деп, ананы жаба салайын ба деп не болды да менде? Тоже ой болды. И қараңыздар, мен 5 минуттыққа барамын да, осы жерден мына rectangle деген снэрдің треугольнигін аламын да, мына зона бізде байдың зонасы екен, оказывается. Қараңыздар, мына тартқаным менің байдың зонасы. Осы жерден ол не алды да, мінеки поддержка алды да, ары қарай байға кетті. Түсініңіздер ғой? Байға кетті. Міне емді орындады, ары қарай сел кетті, көрдіңіздер ма? Қазіргі уақытта. Енді қараңыздар, бұл СНР зона, байға тарттық, бай СНР зонасы. Енді лонгтың СНР деп айтамыз. Неге? Өйткені ол мына жерде көтеріп берген, мына жерге дейін тағы да тренд аламыз. Мына жерге дейін құлаған, қайттан көтерген екеу. Тағы да алам, мына жерде кішкене көтерген, мінеки қайттан шорт берген. Мына жерде қараймын, міне. Неге бұл байдың несі? 4 рет көтерген СНР. Неге мінеки тағы да мына жерге дейін көтеріп берген, 5-еу. Мына жерден көтерген, мінеки мына жаққа дейін. Мінеки мына жерден былай көтерген. И дальше ол мына жерден де көтереді деймін да, мен дальше байға ұстаймын ғой. Былайша айтқанда, мына жерден мына жерге дейін $70, мына жерге дейін бір где-то $60. Осы жерде табыс табамын мен, мына қараңыздар. Мінеки қазір жіберем группаға. Бұл емес екен ғой. Мына екінші көтерген мынау, и үшінші көтерген мына жерден табады екен мен табысты. Мына жерге дейін келеді. Тура 29 деген баға. Мен бірақ 29 күткен жоқпын, мына селдан откат алып қайтып кете ма деп, мына біреу біткен жерге дейін 27 деген бағаға дейін осы жерге дейін көтердім. Көрдіңіздер ма? Міне СНРлер орындап беріп тұр, точно орындап тұр. Получается, мен бір сделка ашу үшін мен не істедім? Қанша анализ қостым мына жерде? Қанша анализ қостым мен? Голова плечоны қостым, Фибоначчи қостым, индикатор көмекші болып маған чоч шығарып берді. Ол маған мына сел зона екеніне подтверждение берді. Take профиттар қойдым, левый ближний операнди структурасын қарадым. Мына жерге келіп Паттерн. Паттерн қостың ғой. Қандай? Ішіне қосылғанның бәрін санап қой, иә? Иә.
бір анализге. Көрдіңіздер ма? Қатты. Получается, мен 5 стратегияны, 5 түрлі стратегияны бір анализге қосып, сделка ашып, плюспен плюс $150 жасап шықтым. Осылай сіздер де алдағы уақытта осып маған каждыйыңыз анализ тапсыруларыңыз керексіздер. Енді қараңыздар, мен бұл дальше көтерілетін болса, қайда көтеріледі деген операнди структурасын қостым. Операнди линияларын. То есть көтерілген кезде мына жерде мына біреу левый ближний мына жерге дейін көтеріледі. Дальше көтерілетін болса, бізде мынаға дейін көтеріледі мына біреу, мінекей біздің мына сопротивлять етуі мүмкін мына зонамыз. Одан дальше көтерілетін болса, бізде оның фитилі мына бастау алған жерлерге дейін көтеріледі. Дальше оны денемен қиятын болса, уже мына голова плечолардың асты бізге сопротивлять етеді. Денесімен қию керек осы жерді. Дальше бізде мына 0,7 зонамыз. Дальше бізде мына жоғарғы линияларымыз мінекей мына жерлер деп осы линияларды сызып алдым. Түсіндіңіздер ғой, иә? Түсіндіре алдым ба, қыздар? Мынаны түсіріп алыңыздар. Немесе осы сабақты мен сабақ қылып салып қоямын. Так, дальше удалить етем. Дальше удалить етем. Бұл біздегі, қараңыздар, голова и плечо деген паттерн. Паттерн, бұл голова и плечо деген паттерн. Қыздар, осы тура осындай голова и паттерн бізде керісінше шығуы мүмкін. Ол қалай? Былай келіп, мінекей, былай и былайнан шығуы мүмкін. Мінекей. Түсініңіздер ма? Бұндай кезде қалай біз анализ жасаймыз? Керісінше жасаймыз. Тура осылай шығатын болса, біз өстіп сызып аламыз. Содан кейін линия трендтан аламыз да, мына екеуінің плечоларының тақасқан жерлерін былай сызып аламыз. Может, мына қисық тұруы мүмкін, біреу былай тұруы мүмкін. Неважно, былай сызып аламыз. Одан кейін тағы да тренд линияны алып, астын сызып аламын, мінекей мынау. Мысалы, мына жерде қисық тұр, иә? Осылай сызып аламыз. Мынау керісінше шыққан кезде бізде нені көрсетеді? Қай жаққа қарай аламыз біз? W болып тұр, ана неге байға қарай аламыз. Жоқ, бұл дабл емес, бұл голова плечо ғой, бұл өзі бөлек болады да негізі. Енді қараңыз, осыны аламын да копировать етемін, міне ортасындағы головасындағы линияны аламын да мына линияның біткен жеріне қоям. Получается, біз егер лонг дейді, то есть байға аламыз, иә, мына жерде байға ұстаймыз. Байға ұстаған кезде ойлаңыздар, мына жер біздің точка входамыз болады, мына жер. Мына жер біздің ТВХ-мыз болады. ТВХ, иә, Т дей салайын. Осы жерден біз сделканы ашамыз, 40-тан, например, айтып жатырмын, на примере. 40-тан айтамыз да, аламыз да, біз мына линияға дейін ұстаймыз, 45-ке дейін ұстайды екенбіз. Негізі мына жерден ашылады. Неважно, қай жер ашылса да, міне 45-ке дейін біз не істейміз? Осы линияны ұстайды екенбіз. Мінекей. Осы линияны ұстаймыз. Түсіндіңіздер ғой, иә? Бұл голова, плечо деген паттерн сіздерге бүгін үйретіп жатқан. Бұл міндетті түрде кездеседі, алдағы уақыттарда да кездеседі, артқы уақыттарда да бізде болған бұндайлар, иә? Мына жақтарда да бізде болған ол. Алдағы уақытта осыны қарап, анализ жасайтын боламыз. Так, голова, плечоны түсіндіре алдым деген ойдамын. Енді қазіргі сәтке 1 минут орала тұрайық, не болып жатыр екен? Мынаны қараңыздар, жаңа Динара айтты, сұрақ қойғанымда. Не істейді дедім, мына М паттерн бізде. М паттернді точно орындап берген ғой, блин. Мына жерден Баға төмен түсіп кетіп жатыр ғой. міне, мынау бос баға теңелді, сәл кішкене көтерілгенде ары қарай дофига түсіп кеткен ғой. Мынаны қарасаңдар, қыздар. Біз сабақ өтіп жатқан кезде мынандай жақсылап түсетін жерлерден, негізі жақсылап түсіп жатқан жерлерден біз мощный ақша табамыз. Осындай жерлерді аңдып отыру керек та, негізі ше, құр босқа отырмау керек. Міне осыны мынадан бастап ұстасаң, сен сел деп ойлаңыздар, 418 деген баға. Мына линияға дейін айтқанда 3387 деген баға ғой, мынаны қараңдар. Міне, ойлаңыздар, мына жаққа дальше кетіп жатыр ғой, мынау дальше құлап жатыр ғой. Бұл неге құлап жатыр? Көрейік. Жарты сағаттыққа барайық. Міне, страшно құлаған ба жарты сағат бойы? Страшно құлаған, е? Міне, мына жердегі мен айттым ғой, фитильдер қалдырып кеткен. Біз осы фитильдерге ораламыз алдағы уақытта дедім. Бұл не деген сөз бізде? Фитильдер қалдыру, Назгүл, Орынгүл, мыналарды не дедік алдыңғы сабақта? Мына фитиль бар.
мына фитиль бар әлі оралатын, мына фитильге дейін құлаймыз біз. Я фитилинкер жауап кетет дедіңіз ғой, иә? Фитилдерін толтыру үшін келеді. толтыру ғой. Жоқ. Міне мынаның бәрі, бүгін мынаның бәрін толтырған, мінекей, міне мыналарды толтырғанбыз, мынаны толтырғанбыз. Енді қараңыздар, бұл ликвидностьтар ғой, ликвидность шешу дейді. Мынау бұрынғы қалдырып кеткен фитильдер, осы фитильдерге негізі уровень тартып қою керек. Міне құласа осығанға дейін кеп құлайды, оны денесімен жарса міне жерге дейін келеді, тағы да денесімен жарса мына жерге дейін келеді, бірақ оның арасы алыс. Осы алыс болған үшін бізде мына жерлерге дейін келеді. Мінекей, мына біреу уровень, мынаның асты, мына біреу свечаның астын алып тұрмын. Мына жерде мынаның денесін алып тұрмын, мінекей. Не болмаса мына свечаның фитилін алуға болады. Көрдіңіздер ма, мынаның денесімен жарды. Қазір енді мына 81 деген бағаға келеді. 33-81. Енді қараңыздар, осыны аңдып отырайық. Ары қарай мына жерден келіп, бүйтіп разворот алады ғой бізден. Сол кезде байға аламыз. Байда ұшады былай. Ұшады. Яғни бізде В-ны береді. В паттернді беретін болады мына жерде. Так, 15 минуттыққа барайық, не болып жатыр екен жағдайы. Негізі развороттардың алғанын кіші таймфреймдарда көріп отырамыз. 15 минуттықта разворот жоқ, әлі құлап тұр. 5 минуттыққа барамыз. 5 минуттыққа баратын болсақ, тоже разворот жоқ, әлі құлап жатыр. 1 минуттыққа барайық. Кіші таймфреймдарда разворот бар ма екен? Мінекей, бірде де разворот жоқ. Значит, дальше мына бағаға кегісі кеп тұр. Міне разворот шықты бірде, бірақ бұл әлі точный подтверждение емес разворотқа. Доджи қалдыратын болса, или вечерный звезда деп сіздер жаттап алған, соларды қалдырып барып өтеді. Мына жерден қазір біз байға деп алсақ болады. Өйткені бізде бай алудан қорықпаңдар қыздар ше. Бай деген ол өсіп тұрған баға. Мына жерден босты берген. Егер біз босқа Фибоначчи тарта аламыз мына жерде. Мынау жақтан, мінекей, мына жерден бастап, қараңдар, мына Фибоначчи деген жақсы дүние. Мына жерде Стронг Хай деген жақсы баға бар. Осы жерге дейін мінекей бүйтіп бос тартатын болсақ, босқа дейін мінекей, міне орындап береді. Орындап берген, қараңдар, жартысы біздің мына линиямыздан орындаған. Дальше мына жақтағы 59 деген баға бар екен. Осыға дейін де құлау мүмкін, бірақ оның жартысы мына 77 деген бағаға дейін точно гарантия құлайды. Міне 77 деген баға. Мынаны көрейік қазір, мына 30 мына линияны бір сызып көрейінші мен қазір. Не бар екен мына жақта? Сол жақтарында бұны үлкен таймфрейм 30 минуттыққа барып көрейін. 30 минуттықта не бар екен бұл жерде? Ау, мына жерде 30 минуттықта ештеңке көріп тұрған жоқпын. 15 минуттыққа барайын. 15 минуттықта 59, 33-59 деген баға. 15 минуттықта да ештеңке көріп тұрған жоқпын. Может, алдағы уақытыма 5 минуттықтан көрейін. Не болып бар екен? 5 минуттық таймфреймде бар ма екен? 5 минуттық таймфреймде де еш нәрсе жоқ. 1 сағаттық таймфреймде көрейік. Өстіп іздеп отырамыз. Неге құлайды ол? Точно құлай ма, подтверждение бар ма деген сияқты іздеп отырамыз. Назгүл, қазір не жіберіңіз, я? 5 минуттық 1 сағаттық таймфреймда да бізде целый құла көтеріп берген екен. Так, енді қыздар, бұл Фибоначчи структурасы бойынша, линиясы бойынша 59 деген бағаға дейін құлауы мүмкін. Бірақ қараңдар, қазір бізде откат алып кетіп жатыр ма? Так, бағаны ашайын. Міне көрдіңдер ме, қалай көтерілген мына жерден. 79-дан ары қарай поддержка алып көтеріліп кеткен екен. Бізде М паттернін 100% орындап беріп тұр, я, көрдіңіздер ғой? М паттернді. Бұл енді ары қарай көтерілген кезде оңай көтерілмейді. Көтерілген кезде бүйтіп көтеріледі бізде. Мінекей. Бүйтіп көтеріледі. Мінекей, осылай көтеріледі. Бір құлап, бір нетіп. Өйткені бізде мына жерде көтерілген жағдайда, мына жерде мінекей откат беретін зона бар. Мына 1 деген, 16-18-ден откат беріп тұр. Оны дальше көтеретін болсақ, мына жерде бізде бар линиямыз. Дальше көтерілетін болса, мына жерде бар мінекей линиямыз. Осып 1 деген зонамыз бар мінекей. Осылай көтеріледі ары қарай. Мен қазір бір рет байға деп сделка ашып қойын. Өйткені бізде көтеріледі.
баға ойнап тұр екен негізі қазір. Жаңа целға түсті ғой, целға қарай сол кезде 18 көтердім. Қазір ма? М-нан түсірді ғой, иә. Жатқан кезде ма бізде? Иә. Сабақ өтіп отқанда құлады ғой. Мгм. Получается, неге баға құлады? М паттерн жасады, бір-бірімен теңесті, құлады. Не үшін құлады? Потому что бұрынғы уақыттарда қарасақ, ликвидностьтар бар. Сол ликвидностьтарды шешу үшін баға бізде не істеп жатыр? Құлап жатыр екен, иә? Баға енді вечно көтеріле бермейді ғой. Қанша күн болды? Біз сабақ өткелі бері баға бізде көтеріліп жатыр. Сол себептен баға дальше құлауы да керек, негізі құлауы да керек. Сол себептен де баға құлайды бізде. Ендігі өтетін тақырыбымыз мынаның бәрін мен бағана мынау все деген кезде мынау модаль етіліп кетті ғой, иә, жазғандарым. Назгүл, қазір қайттан не жіберіңізші маған. Зум. Бізде уақыт бітейін деп тұр. Так, кім сделка ашты жаңа құлайды деген кезде, көтеріледі деген кезде? Мен ашып қойдым, үш не алдым, Мгм. бот алдым. Қазір түсіп жатыр қайтадан, иә? Иә. Қазір ана жердегі бізде не бар мына жерде? Бағанағы фитильдер бізде жарты сағаттықта көрінді ғой. Соны толтыруға кетіп бара жатыр ма? Міне мына фитиль толтыру керек екен ғой по-любому. Мынау бар екен бізде. 69 деген бағаға дейін бар екен. Разворот әлі толық болмаған, сол себепті разворотты күтеміз. Енді разворот алып жатыр ма? Так, екінші тақырып қайсысын өтем дедім, қыздар? Голова плечо түсінікті ма? Или сұрақ бар ма? Давайте, пока бізде 5 минут бар. 5 минутта сұрақтарыңызға жауап берейін. Микрофонды қосып, кім не түсінді? М-паттерн как раз бізде орындап беріп жатыр. Голова плечо орындап беріп жатыр. Кімде қандай сұрақ бар? Бізде құлайтын болса, мынаға дейін келеді. 78, 78-ден ары 73 деген баға бар. 73-тен ары 60. Сұрақ кімде бар? Қыздар, сұрақ кімде бар? Пока сұрақ жоқ, кейін видеоны тағы қайталап көреміз ғой. Так, Қазір счет ашқан кім? Әйгерім бар ма мына жерде? Міне 70 мынаның денесімен жарды, енді 70. Қай баға қазір? 73-ті күтеміз. 73-ті күтейік, қыздар. 73-ке дейін құлап жатыр. Көтерілсе де осы қайтқан бағалар бар ғой, мына қайтқан линиялар. Сол линияларымыз бізде не береді? Сопротивляться етеді. 73-ке барды ма, бармады ма? 74, 73 барды. 73-ке келді мінекей. 73-ті денесімен қисам, мынаған келейін деп тұр ғой негізі ше. Осыны көздеп тұр, бұл 69 деген бағаны. Так, енді 5 минуттыққа барайықшы, не шықты бізде? 5 минуттықта да баға тоқтаусыз құлап жатқан. Дальше артқа қайту керек. Міне мынаған дейін келіп, баға көтеріліп жатыр ғой қайттан. иә, 74-тен кім селді алды, жабыңыздар. Баға ары қарай көтеріліп жатыр неге? Бай зонаға келіп тұр ғой неде? Стахастический осцилляторда. RC-да ма? RC-да? Телефондағы? Иә. Аха. Поддержка алып отыр сіздерден. 5 минуттық бойынша әлі құлап жатыр. Бізде 5 минуттың күтуіне 11 минут бар. Артқа қайтып жатыр ма? Так, 1 минуттықта баға көтеріліп жатыр, иә? 1 минуттықта баға көтерілген. Так, Наска не жібере берші жаңа зуммен, мынаны өшірейін да, екінші тақырыпты жаңа зуммен бастайын.